Үйдегі қарапайым ғана заттардан осындай дәмді соуспен жасалатын кешкі асты жасап көріңіз. Ең алдымен тауықтың төс етін видеодағыдай 4 бұрышты үлкендеу етіп бөліп аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, сұйық май құйып, 2 шіше сарымсағымызды күштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырып 30 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Сонымен қатар брокколиді алдын ала суға пісіріп дайындап алдым. Табамызға сұйық май құйып, жаңағы маринадталған тауық етін жақсылап қуырып аламыз. Пиязды ұсақтап турап, оны да сарғайтып қуырамыз. Аздаған паприка және де 1 ас қасық ұн салып араластырамыз. Томат пастасымен бір қызанақта барлығын езіп алып, осылай салып жақсылап араластырып, үстінен салқын су құйып, осы суда 15-20 минуттай бұқтырамыз. Гарнирге күріш дайындаймыз. Алдымен табамызға сұйық май құйып, күрішімізді осыған қуырып алып, үстіне су құйып, тұз салып, 20 минуттай толықтай жай отта бұқтырасыздар. Осылай әдемі шашырап піседі. Подливын салып, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын, жасап көріңіз.